Зоя Бекниязова 1969 жылы Шомонай районында туылған. Балалықтан мейірбикелік кәсібіне мехрі болып, қазірде 23 жылдан бері осы тарауда республикалық көп тармақлы медицина орайында физиотерапия бөлімінде жұмыс істеп келмекте. Кәсібіне мехір берген қаһарманымыз науқаслар кеуілін тауып, өз кәсібін жауапкершілікпенен атқарғанлықтан хamisha инсанлар алғысына бөленіп жүреді. Өмір жолына болса, қаһарманымыз түрлі қиыншылықтармен сыналған. Тұрмыстағы жетіспеушіліктер, балаларының ізбез кеселенулері, перзентін жойду ана үшін аңсат болмады. Лекін оның сабыры һәмде қанаатшылығы оны бүгінгі күнлерге жетеледі. Мемлекетіміз басшысының қарарына муафық жәрдемге мұқтаж шаңырақлар шариатын жақсылауға қаратылған бағдарламалары декарында қаһарманымызға үй реконструкция жұмыстарымен жаңалап беріп, қуанышына себеп болды. Бүгінгі күнде мемлекетімізде жәрдемге мұқтаж шаңырақлардан 13 мыңына үйі оңлау жұмыстарымен есеп берілген болса, 300-ге жақын үйлер жаңадан құрып берілді. Бұл мемлекетімізде халыққа қаратылып отырған әтібардың һәмде инсан қадірінің ұлы екенлігінен дерек береді. Мен Бекниязова Зоя Сәрсенбаевна. Балалығым Шомонай районында өткен, балалықтан өзім арзу еткен кәсіп, мейірбикелік кәсібінде 23 жылдан бері минет етіп келемін. Кәсібім республикалық көп тармақлы медицина орайында 2002 жылдан бастап хәмшира лауазымда жұмыс алып барамын. Кәсібімді жүдә жақсы көремін. Кәсіптестерімді, ұстазларымды хүрметлеймін. Бекниязова Зоя тіл алғышлығы менен, науқасларға қарым-қатынасы жақсы болғанлығы менен, науқаслардың Зоя хақындағы олар өз миннетташылықтарын білдіріп, емеуқамамыздың администрациясына бірнеше мәрте өздерінің жақсы тәрәплерін көрсетіп отырғаны хақында миннетдаршылық хаттарын беріп кетті. Жұмысымызда жүрген уақытында жұмыстың талабы менен барлық нелерін ұмытасың. Науқастың қуанғаны, оның ауруларының қалғаны бәрібір сол біздер үшін үлкен жетістік. Өзінен кейінге келген шәкіртлеріне өзін үйренген жақсы тәрәплерін көрсетіп, науқаслардың шипа тауып кетуіне өз көмегін беріп келеді. Сол жұмыстың жауапкершілігі, сен екінші бір нәрсеге назар салуға уақытың болмайды. Соның үшін жұмыс бұл адам үшін жүдә керек. Біздердің жұмысымыз жүдә машақатлы. Алдымызға келген науқасларды бақылап барамыз. Олардың психолог болуымыз керек. Олардың мінез құлқына қарап біздер қызмет етуіміз керек. Олардың келгендегісі менен кеткендегісін салыстырып, қандай нәтиже болды, соларды өзім бақылап барғанды жүдә жақсы көремін. Кәсібімменен мақтаныш етемін. Зоя апамыздан жәрдемге мұқтаж шаңырақ болса да, жәрдемге мұқтажбан деп қарап отырған жоқ. Олар өзінің үлесін қосысы напақада болса да, сол жұмысты еле меңгеруші болып істеп отырғанына еле қуаныштымын. Неғылды бір мемлекетте отырып, өзінің сол жәрдемді берді маған, мен сол өзінің пайдам тигізейін деген мақсатта неге аянбастан елге шейін сол мемлекетімізде жұмыс істеп келіп отырыпты. Беймінет, беғарез, алтын балалығым, әке шаңырағы бәрібір басқаша болады. Ешбір нәрседен ғам ташушыз өмір сүрдім. Еш нәрсем кем болмады. Ата-ана шаңырағында ұзақ дәрбен жол дейді ғой, өмір саудасы. Сондай біздерім 89 жылы тұрмыс құрдым. Құдайға шүкір, перзентлерім дүнияға келді. Ізбе-із қуанышыларым әммесі ізбе-із келе берді. Олардың үйленуі, перзентлі болуы, ақылқлы болуым мен үшін үлкен бақыт деді. Соның арасынша ортаншы балам судорога кеселігі менен кеселенді. Ізбе-із тәшуіш үстіне тәшуіш болып, соның арасында өзім ауырдым, операция болдым. Әммесі ізбе-із болды. Бұлардың бәрін жеңіп шығуда әлбетте үлкен бір күш керек еді. Өмір дауам етеді. Перзентлерім бар. Солардың қуанышы, солардың ертеңгі күні үшін жасау керек, өмір сүру керек екен деген сүрен астында мен өзім алдыма мақсат қойдым. Азанда жұмысқа кетіп бара тұрсам, ақыларымды бір сүйіп кетемін, сол кешке дейін маған азық болады. Әмме ғам тәшушілерімді солар менен ұмытуға әрекет етемін. Ана үшін әмме перзент бірдей болады. Перзентлер ойлайды ғой, біреу мені жақсы көреді, біреу жаман көреді. Бірақ ана үшін перзент әммесі бірдей. Солардың қуанышы, жетіскерлігі, әммесі ана үшін бақыт. Кішкентай кезімізде колесіміз бар еді. Мен үлкен ағам алдында, мен артында
сол анам ешкімге сенбей сол базаға бірге барып бірге алып келіп қазірге неге үйдің бағушы баласы мен едім. Алла бір сынаса із-ізін сынайды екен. Соның бәрі із-ізіне келіп айналып келгенде анаға әкеге қиын болады екен. Қазір анам енді өзін алып келатыр. Екінші балам Наурызым, ол сыра ақ көкірек ол. Әмеге жәрдем бергісі келеді. Ауырған кезімде қасымда тұрды, жүгірді. Операция кірген кезде қасымда болды. 4 сағат операция болған бастан. Көзімді ашып палатаға келсем, анам тұрген қасымда. Әрине жағынан қиналдық. Банктен 20 миллион кредит алып, сол басымның операциясына жұмсадық. Қазір Аллаға шүкір, анам себепті кредитімізден жаудық. Қазір пенсияға шығып, жұмыс істеп жүрді. Сол балам деп, бала шағым деп, ақыларым деп өмір деген сондай болады екен. Айдың 15 жарық болса 15 қараңғы. Қазір Аллаға шүкір жарық білеге еншіп келе жатырмыз. Ауырған кезде, қиналған кезімде қасымда отырған анама, әкеме, өмірлік жолдасыма, туған туысқандарыма көп рахметтер айтамын. Қайсы балама қарайман, не қыламан деп қатты тәшвишке түстім. Ана балама қарасам, ол науқас, мына балам судырға беріп жатырған, және бір нәрсе, семьяда жетер жетпес, бір өзім сол жұмыс істедім, сол қиыншылықтарды жеңуге әрекет еттім. Зоя апамен бірге советтесу өткергенімізде мінекей өзінің басынан өткен қиыншылықтарын hammasini айтып берді. Сонда үйіне барып машқаласын көруге барғанда өзімен советтесу өткергенде, сонда үйімді көріп жіберсе, бір үйімнің сондай адам қонақ келсе де үй алады деген нәрселерді айтты да. Үйіне барған уақытта растанам жағдайының жайы қатты ахуалы ашынарлы еді. Өзім ішім күйді. Авариялық жағдайда отырдық, соның арасынша времянкіде отырдық, өрде тоқ газ болмады, қатты қиналдық. Соның уақытында қоңсыларымыз, алыстағы ағайыннан жақындағы қоңсы артық дейді ғой, сондай уақытлары біздердің үйімізге келің, біздердің үйімізде бола берің деген қоңсыларымыздан бар. Таза имаратларда жасау бір уақытлары арман болған. Міне осы арманларымыздың дәлелі ретінде мемлекет тарапынан таза имаратлар салып беріліп жатыр. Бұндай дәрежеде деп ойламайтын едім, әйтеуір сол не болса да біткенше асықтық біздер. Яқшы деп онан ұсынысты таярлап, жоғары тұрушы ұйымдарына апарып, мына жерде мынандай батырыпты деп, өздері де бір соған бір не қылып, қызықсынды ма не қылма келіп, өздері келіп көрді. Қайтадан құрып салуына өздерінің үлестерін қосып барды. Құрушының өзі емес, төбедегі басшылар өзі қайтып салып жатырыпты, проекттің қандай қылып жатырыпты деген нәрселерден өздері келіп, сол басынан аяғына шейін 5 ай давамында неге аңсат болған жоқ, себебі жай салу аңсат емес. Бәрі науқас болғаннан кейін жылы жер керек болды. Бәрібір басқаша болады. Қуанасаң, таза имарат болғаннан кейін бәрібір басқаша болады. Өмір басқаша. Ол жердегі атмосфера басқаша. Елегеше осы күнге шейін мінекей жай салынып берсе де, Зоя апамен қаттыға мінекей har көргенімде жауын жауған кезде ядыма түседі. Себебі неге жауын жауған кезде қатты қиналатын едім. Неге қазір сондай шаңырағымды жақсы бір жасап жатырмыз, бақыттылымыз деген нәрселерді айтып отырды да. Неге соған мен өзім қуаныштымын. Қазір уақытта жақсы имаратты жасап жатырмыз, жақтылы, таза имаратта. Сол мына авариялық жағдайдағы шаңырағымыз қайта тікленді. Бұл үшін президентімізге hammasine шын кеулімен шаңырағым һәм өзімнің атымнан minnettarchilik білдіремін. Осындай ұлы мемлекетте жасап жатырғаныма мен қатты қуаныштымын. Себебі әрбір бұқараның инсанның қадірі екендігі, президентіміздің әрбір шаңыраққа, яғни әрбір бұқара өз ітібарын қаратып жатқанда ешеде жоқ деп ойлаймын. Жәрдем берген шаңырақлардың астында өздерінің машқаласын шешілген һәм қуанышлы һәм бұл шешілген машқалаларының халық бақытлы деп ойлаймын да. Бұл мемлекетте инсан қадірі ұлы. Жәрдемге мұқтаж шаңырақлардың артында үкімет басшысы, ел басшылары тұрғаннан жүдә minnettarman. Инсан қадірі Алла, ол ертең емес, ұзақ келешекте емес. Айне бүгін өз өмірінен разы хамде minnettar болып жасауы керек. Аба тұрмас хамде абат махалле бағдарламаларын әмелге асыру реформалар ішінде ең ахметлі орындардың бірін иелейді. Себебі біз халқымыз алдында олардың машқаларын шешу, тұрмыс шариатын жақсылау үшін міндеттіміз. Президентіміздің халық машқаласын шешуге қарата әмелге асырып отырған жұмыстары өз нәтижесін беріп отырғанлығын қаһарманымыз Зоя апа мысалында көруімізге болады.
Мемлекетімізде халыққа қаратылған әті бар хамди имканиятлар өзінің үнемлі нәтижесін көрсетпекте. Бұл болса әрбір инсанның шүкіршілік етіп жасауына себеп болмақта. Зоя апамызды осы сабырлығы, су басына өткен қиыншылықтарды һәммесін сабырлығы менен өткенлігі үшін осы апамызды қаһарман апа деп айтуға болады. Себебі ол сондай бір көрген жерде сыйласығы жақсы, өзінің дұрыс сөзлігі менен, хақ пейілдігі менен қаһарман болып есептелінеді. Әрбір адам шүкраналық етіп жасау керек екен. Әрбір күніне Алла Тағаланың берген әрбір таңына шүкраналық етіп жасау керек екен. Шаңырағым бар, өмірлік жолдасым, перзентлерім, келінім һәм ақылқыларым бар. Бақыт бұл тек қана пұлдан ібарат емес, бұл со қайғысыз қара су ішіп, со бір дастархан атырапында отыру бұл. Әлбетте әйел адамның бақыты. Шүкіршіліктің өзі адамға көп затты береді. Со бүгінгі атқан таңға, мына бір имараттарға жетісудің өзі де сол шүкраналықтың арқасында деп ойлаймын. Со қанша сабыр менен шүкірлік етіп соны күтсең, бәрібір со затқа ерсесең. Бұл мен үшін үлкен бақыт.